Нұр-Сұлтанда тұрғын үйдің терезесіне кран құлады. Оқыс оқиға болғанда үйде кішкентай балалар ойнап жүрген. Бұл елордада құрылысқа қолданылатын техниканың қатысуымен болған бірінші жағдай емес. Әріптесім Айгөз Тұрсынбай кран құлаған жерге барып қайтты. Құлаған кранды үйесі видеоға түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген. Онда терезенің қирап жатқан, ал кранның бас жағы ас үйге дейін жеткенін көруге болады. Ауыр техника құлаған кезде үйде 4 бала болған. Абырой болғанда ешкім зардап шекпепті. Көп балалы отбасы бұл үйді мемлекеттік бағдарламамен алғанын айтады. Енді міне қираған пәтерін қайта жөндеуге тура келді. Просто я в шоковом состоянии. Балдар қорқып жылап отыр екен, сырт келсем. Скорый келіп, первый оказание помощи көрсетіп кетті. Құрылыс болмау керек, значит, қасында. Либо кранчиктерді тексеру керек. Ал құрылыс компаниясы болса автокран қосалқы мердігерге тиесілі, фирма келген залалды түгел өтеп береді дейді. Таңертең келген кезде жаңа техник безопасности жұмыс істейді, сол барлықтарын тексереді. Ішкен бе, ішпеген бе, оның бәрін енді бақылайды. Жаңағы басында каскасы бар ма, жилеткасы бар ма, сигнальный жилеткасы бар ма, соның бәрін бақылайды. Бұл қандай да жағдай болып тұрса, енді бұл адам техника ғой бұл. Қазір құрылыс компаниясының жұмысшылары сынған терезенің шыны үгінділерін жинастырып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай құрылыс алаңы көп қабатты үйге тым жақын орналасқан. Оқиға болғанда бұл жерде кішкентай балаларды ойнап жүру мүмкін еді. Енді қауіпті аймақты мынадай қызыл лентамен қоршап қойыпты. Ал ауыр техниканың тұрғын үйге құлау себебін төтеншеліктер былай түсіндірді. Причинасы жаңағы ограничитель грузоподъемности істемей қалған. Крановщик жұмысы тоқтатуы тиіс еді. Және де әрбір крандардың иеліктері, егелері кранды жұмысқа жіберер алдында толық тексеруден өткізу керек еді. Ондай әрекет болмаған. Краншының өзі жауапқа тартылмайды, өйткені полиция іс тіркеген жоқ, қос тарап өзара келісіп тарқасты. Айта кетейін, осыдан 3 ай бұрын ғана Нұр-Сұлтанда құрылыс алаңында краншы көз жұмған еді. Айгөз Тұрсынбай, Мейірбек Беспаев, Айбат жаңалықтар қызметі.